Енеме берген әдемі халатым мен галошымды киіп, үйдегі тірлігімді бастап кеттім. Қалайсыздар? Таңертең үйдегілердің барлығына шайымды беріп, одан кейін дастарханды жинап, басудамды жуып, сырттағы тірлігімді істейін деп, жайылу тұрған құртты жинап алдым. Одан кейін айранымды пісіп, майын алып, ошақтың алды деген ыбырсып кетіп, ошақтың алдын тазалап жинап, ысырып, қағаздардың барлығын жағып тастадым. Одан кейін айранымды қазанына құйғаннан кейін қозғап тұрдым. Сосын арықтан суымды әкеліп, ошақтың алдын тазалап ысырып, мусорларын жағып, қалғанын шелекке салдым. Майымды жақсылап жуып, тұздап қойдым. Айраным қайнағанша үйге кіріп, әбетке пирог және салат жасап қояйын деп тұқымды қайнаттым. Пирогымды бірден бастап кеттім. Пирогым өте керемет болып шығады. Рецепт парақшамда бар, арасында жаңа қостым. Пирогымды печкаға салып, капустаны тұздап қойдым. Одан кейін қалтаны сыртқа іліп, сосын айранымды тағы да құйып қайнатып алдым. Оның арасында баламды емізіп, одан кейін бірден салатымды жасап тастадым. Осы арада үйдегі бар затпен салатты жасадым. Одан кейін пирогымда пісіп қалыпты. Қараңыздар, күшті шыққан, иә. Одан кейін пирогым суығанша үйді бір адыраспандап шығайын деп үйді адыраспандап шықтым. Ал қазанға ыстық су құйып қойдым. Кір жуатын боламын. Қазір үйдегілерге обедімді беріп болдым. Одан кейін кірімді жуып, тазалап алдым. Ал қыздар, видео ұнаса парақшама тіркеліп, ауылдың келінін қолдап кетіңіз.